Сәлем достар, мен бүгін сіздерге тәуекел хан туралы айтатын боламын. Тәуекел қазақтың ұлы хандарының бірі, Шығай ханның баласы. 1582 жылдан 1598 жылға дейін қазақ ханы болды. Ол басқарған жылдары қазақ ордасы өзінің әскери, саяси қуаты артқан іргелі елге айналды. Достар, қазақша контентімізді қолдап, тарихи білімізді арттырайық. Менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жаза отыруларыңызды сұраймын. Хақназар хан қайтыс болғаннан кейін хан тағына Жәнібек ханның немере інісі 80-ге келген Шығай хан отырды. Шығай хан билікті алған соң Ташкент билеушісі Баба Сұлтанның қазақ ханы Хақназар мен Жалым сұлтанды өлтіргеніне өшігіп, Бұқар ханы Абдаллахпенен бірлесті. 1582 жылы Абдаллах хан Баба Сұлтанға қарсы бірлескен жорық жасауға шешім қабылдады. Абдаллах хан тағы да қазақ ханы Шығай ханмен оның баласы Тәуекел сұлтанмен күш біріктіріп шабуылға шығады. Нәтижесінде Баба Сұлтан жеңіліс тауып, Дешті Қыпшақ даласына қашады. Өзбек пен қазақ әскерлері Баба Сұлтанды өкшелей қуып, Сарысу мен Ұлытаудан әрі асырып тастайды. Осы жорықта Шығай хан қайтыс болды. 1582 жылы маусым айында Тәуекел сұлтан Түркістан қаласының түбінде болған шешуші шайқаста Баба Сұлтанның әскерін талқандайды. Баба Сұлтанды өлтіреді және оның әскер басын тұтқынға түсіреді, әмірлерін тұтқынға түсіреді. Сөйтіп оны Абдаллах ханға әкеліп табыстайды. Бұған риза болған Абдаллах хан Самарқан өлкесіндегі Африкант уәлаятын Тәуекел ханға сыйға тартады. Баба Сұлтанға қарсы күресте Тәуекел сұлтан бастаған қазақ әскерлерінің жеңісінің жемісін Абдаллах хан өз хандығының пайдасына шешті. Сырдария бойындағы қалалар Абдаллах ханға тізе бүкті. Яғни Отырар, Сауран, Сайрам, Түркістан қалалары Абдаллах екінің билігіне өтті. Міне осы кезде Шығай хан өлгеннен кейін Шығай ханның баласы Тәуекел хан тағына отырды. Тәуекелдің хандық билікті алған кездегі қазақ хандығының сыртқы жағдайы өте ауыр болды. Біріншіден, Тәуекел хан менен қазақ сұлтандарына одақтас болып жүрген Абдаллах хан енді оларға қарсы шықты. Екінші, хандықтың шығыс жағында жатқан моғолдар мен жоңғарлар қазақ жеріне ұдайы қауіп төндіріп отырды. Тәуекел хандық билік құрғаннан бастап қазақ хандығының іргесін кеңейтуді ойластырды. Әсіресе Өзбек хандығына кеткен қалаларды қайтаруды басты мақсаты етіп ұстады. Тәуекел хан өз ойын іске асыру үшін бірде тапқыр саясат қолданса, енді бірде әскери күшті ұтымды пайдаланды. Ал Бұқар ханы Абдаллах болатын болса, Тәуекелдің жастығын пайдаланып, билік тізгінін өз қолында ұстап, онымен санаспады. Абдаллах хан өзінің бақталас бәсекелесі қас жауы Баба Сұлтаннан құтылғаннан соң, бір кезде Баба Сұлтанға қол ұшын берген, көмек көрсеткен қазақ сұлтандарын жазалау шараларын бастады. Абдаллах ханның бұл әрекеті Тәуекел ханға ұнамады да, Тәуекел хан 1583 жылы Өзбек ханымен жасасқан ант беріскен шартты бұзды. Бұл ант беріскен шартты бұзуының басты себебі Абдаллах қазақтарға егер Баба Сұлтандарды жеңетін болсақ, Түркістан аймағынан 4 қала беруге уәде етеді. Бақталасын жойғаннан кейін бұл уәдесін орындамады. 1586 жылы Тәуекел хан көп әскермен Абдаллах ханға шабуылды бастап, Сауранды, Түркістанды, Отырарды, Сайрам қалаларын басып алып, Ташкентке қатер төндіреді. Және 1597-98 жылдардың арасында Абдаллах хан мен оның баласының арасында қайшылық туады. Осы қайшылықты да тиімді пайдаланады. 1598 жылдың жазында көп әскер жинап, Өзбек хандығына баса көктеп кіреді және Өзбек хандығынан Ақши, Искандар, Мүнши, Ташкент, Самарқан қалаларын басып алады. Есім сұлтанды 20 мың әскермен Самарқан қаласында қалдырып, өзі 70-80 мың қолмен Өзбек хандығының астанасы Бұқараны қоршауға алады. 20 күн Бұқараны қоршауға ұстаса да, оны ала алмайды. Осы қант шайқаста Тәуекел ауыр жараланып, Бұқарадан шегінуге мәжбүр болады. Көп кешікпей ауыр жарақаттан Тәуекел хан қайтыс болады. Екі жақтың хандығы Өзбек хандығы мен қазақ хандығының аға сұлтандары бас қосып, соғысты тоқтату шартына қол қояды. Сөйтіп қазақ хандығының ұзақ жылдар жүргізген соғыстарының нәтижесінде сыр бойындағы қамал қалалар қазақ хандығына қосылады және ірі қала Ташкентті қазақ хандығының құрамына қосуменен аяқталды.
Тәуекел хан Орта Азиядағы ұзақ жылдарға созылған талас-тартыста Мәскеудің көмегіне жүгінуді ойлады. 1594 жылы орыс патшасы Федорға елшісі Құлмұхамбетті аттандырды. Бұл елшінің негізгі мақсаты өзбек ханы Абдаллахқа қарсы күресте Мәскеудің қолдауын сұрау, екінші Ресейде тұтқынға түскен өзінің жиені Ораз Мұхамбетті тұтқыннан босату еді. Бірақ бұл талаптар Мәскеу тарапынан орындалмады. 1595 жылы Мәскеуден Тілмаш Вильямин Степанов жіберілді. Ресей мемлекеті Тәуекелді, яғни Қазақ хандығын өзінің патшалық қол астына алатынын хабарлады. Сонымен бірге оқ ататын қару береміз, ол үшін сіздер Бұқара хандығымен және Ресейге опасыздық жасаған Сібір ханы көшімен соғысасыздар деген талап қойды. Үшіншіден, жаңа Ораз Мұхамбеттің орнына Тәуекел өзінің бір баласын аманатқа жіберсе ғана Ораз Мұхамбетті босататынын айтты. Сондықтан бұл елшілік Тәуекелдің ойындағыдай болмады. Хандықтың өз тәуелсіздігінен айырылып қалатын жағдай туды. Сондықтан Тәуекел хан патша үкіметінің барлық талаптарынан бас тартты. Сонымен Тәуекел хан хандық билікті қолына ұстап тұрған уақытта қазақ жерін кеңейтті, қазақ хандығының беделін халықаралық деңгейге дейін көтере білді. Тәуекел хан бұл жетістіктерге өзінің сәтті жасаған жорықтары мен жемісті дипломатиялық жұмыстарының нәтижесінде жетті. Достар, мен сіздерге Тәуекел хан туралы бірқатар мәліметтер айттым. Сондықтан менің каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, менімен байланыста болыңыздар, сау болыңыздар.